Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Қазақстанның ұлттық және діни құрамы. Қазақстан көп ұлтты мемлекет. Қазақстанда 130-дан астам ұлт пен ұлыс өкілдері тұрады. Бұл оны әлемдегі ең алуан түрлері елдердің біріне айналдырады. 2024 жылғы деректер бойынша халықтың 71% қазақтар, 15% орыстар және 3,3% өзбектерді құрайды. Ел халқының жалпы саны 20 миллионнан астам адамды құрайды. Бұл Қазақстанның қарқынды дамуын көрсетеді. Қазақ этносы мемлекеттік қалыптастырушы ұлт. Қазақстан және әлем қандастарды қайтару мәдени мұра. Яғни Қазақстан және әлем дегеніміз, Қазақстанда 14,2 миллионнан астам қазақ тұрса, әлем бойынша 13,5 миллион қазақ диаспорасы 44 мемлекетте өмір сүреді. Тәуелсіздік алғаннан бері Қазақстан үкіметі қандастарды тарихи отанына қайтару бағдарламасын жүргізуде. Мәдени мұра. Қазақтардың мемлекетті қалыптастырушы ұлт ретінде рөлі елдің мәдени және саяси өмірінде айқын көрінеді. Қазақстандағы басқа ірі этностар. Қазақстандағы ең ірі этнос топтарының бірі орыстар, олардың саны 2,98 миллион адамды құрайды және негізінен елдің солтүстік, орталық және шығыс облыстарында шоғырланған. Өзбектер 660 мың адам, олардың басым бөлігі Түркістан облысында тұрады. Олардың мәдениеті мен дәстүрлері аймақтың байлығын арттырады. Ұйғырлар халықтың 1,5%-ын құрайды. Олардың көбі Алматы облысы мен Алматы қаласында өмір сүреді. Олардың ерекше мәдениеті мен асханасы елдің этностық мозаикасына үлкен үлес қосады. Ұлттық тілдік және мәдени әртүрлілік дегенімізде, мысалы, тілдік әлеуметтер, Қазақстан халқы 5 тілдік әлеуетке бөлінеді. Алтай, Үнді, Еуропа, Солтүстік Кавказ, Сино, Тибет және Орал болып. Түркі тілдері Қазақстандағы негізгі тілдік топ, ал қазақтар осы топтағы ең ірі этностық қауымдастық. Мәдениетті дамыту. Мемлекет барлық ұлттардың мәдениетін, тілін және дәстүрлерін дамытуға жағдай жасайды. Қазақстандағы діндердің таралуы ислам, христиандық, басқа да діндер бар. Мысалы, ислам Қазақстан халқының 75%-ын ұстанатын ең ірі дін болып саналады. Діни ұйымдар мен мекемелер, мешіттер, мысалы, 2020 жыл Қазақстанда 2,752 мешіт тіркелген. Олардың барлық Қазақстан мұсылмандары діни басқармасына бағынады. Ұлттық мекемелер, мысалы, мерекелер, Құрбан айт, мысалы, Қазақстан ұлттық мерекелері болып саналады. Зайырлы мемлекет Қазақстанда зайырлы мемлекет болып табылады және діни сенім бостандығын, сондай-ақ дінаралық келісімді қолдайды. Діни әртүрлілік пен мемлекеттік саясат дегеніміз, мысалы, діни бірлестіктердің тіркелуі мен қызметі Қазақстан заңнамасымен реттеледі. Бұл діни өмірдің тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Сонымен қатар бізде қорытындылай келе, Қазақстан бірлік пен әртүрліліктің мекені. Ұлттық және діни құрам елдің мәдени байлығын арттырады. Әрбір этностың өзіндік ерекшелігін сақтауға мүмкіндік береді. Мемлекет барлық этностар мен діндердің тең құқылығын қамтамасыз етеді. Бұл әлеуметтік келісімнің негізі болып табылады. Қазақстан халқының бірлігі елдің тұрақтылығы мен одан әрі дамуының кепілі. Бұл біздің ортақ болашағымыздың іргетасы болып саналады. Бүгінгі сабақта біз ұлттық және діни құрамы туралы толыққанды талдайтын боламыз.